Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма кіріп, подписаться бөлін басып, және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Түсіңізде танитын адам сізді сүйсе, сол марқұмнан көп жақсылық келетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адам өзінің ішін ауырып тұрғанын айтса, онда ол әкесі және туған туыстары жайлы сұралып жатқандығына ишара. Түсіңізде қайтыс болған адам өзінің аяғының ауырғанын айтса, онда ол мал-мүлкінен ысырап жасағандығына ишара. Түсіңізде танымайтын қайтыс болған адамды сүйсеңіз, ойламаған жерден ақша табасыз дегенді білдіреді. Дәл солай сізді де танымайтын өлген адам сүйсе, жақсылыққа кенелетіндігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған адам киімін жуып беруді айтса, онда ол адамның сізден дұға сұрауда. Садақа беруіңізді, қарызын өтеп беруіңізді және де өсиетін орындауыңызды сұрауда. Кім өзінің өлгенін және зиратқа әкетіп бара жатқанын көрсе, бірақ көмілмесе, онда өзінің жауларын жеңетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болып, одан кейін тірі жүргеніңізді көрсеңіз, онда екі жору бар. Оның бірі кедейшіліктен шығып байлыққа кенелесіз, ал екіншісі күнә ісіңізге тәубе етесіз дегенді білдіреді. Түсіңізде қабірдегі адамдар тұрып бүкіл тамақты жеп қойғанын көрсеңіз, тамақтың бағасы қымбаттайтындығының белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамға қарап намаз оқысаңыз, жүрегі қатты адамға уағыз айтып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған адамның ізімен жүріп келе жатқаныңызды көрсеңіз, сол адамның жолымен немесе ісімен айналысыңыз дегенді білдіреді. Түсіңізде жалаңаш болып қайтыс болғаныңызды көрсеңіз, кедейшіліктің белгісі. Түсіңізде кілем үстінде қайтыс болсаңыз, онда мына өміріңіз жақсы өтетіндігіне ишара. Түсіңізде балаңыздың қайтыс болғанын көрсеңіз, жауларынан қашып жүргендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болып қабірге көмілгеніңізді көрсеңіз, егер сіз бойдақ болсаңыз, үйленетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамдардың арасында жүрсеңіз, 200 адамдардың арасында жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған адамның шаршап тұрғанын немесе бір іспен айналысып тұрғанын көрсеңіз, онда сіздің бір нәрсені уайымдап жүргендігіңіздің белгісі. Түсіңізде тірі болып қайтыс болған адамдармен ұйықтасаңыз, жасыңыз ұзақ болатындығының белгісі. Түсіңізде тірі адамның қайтыс болған адамдармен тұрғанын көрсеңіз, ол адамның діннен алыстағанның белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамның суға батып жатқанын көрсеңіз, өзінің қателіктерінен сұралып жатқандығының белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамның мешітте жүргенін көрсеңіз, азаптан құтылғанына ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, подписаться бөлінін басып, және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.